Соны айтады біреу, сонда мен келіннің алдында келін болып жүремін ба деген сияқты. Жоқ, келін болмаңыз, сіз биіктігіңізді көрсетіңізші. Қызым, ботақаным, балапаным. Мүмкін ол сөзді үйінде естімеген де болуы мүмкін. Естісе күшті мысалға. Қошақаным менің, алтыным менің, көп қой қазақта керек, күнім менің, айым менің. Аямаңыз, тегін ғой сөздер, Құдай-ау. Одан абыройың түспейді, керісінше ғой. Ана келіннің жүрегін жауласаңыз, өміріңіздің соңында сіздің қызметшіңіз, құлыңыз болуға дайын ғой анау келініңіздің. Тегін қызмет қылып тұр ғой, қалай ғой. Қазір егер ана қызметті сатып алатын болсаңыз, бәлендеңе тұрады ол. Мысалы деген ғой, өйтіп қарамайды сізге ешкім. Қанша келіндер бар, енесінің астын үстінен түсіп жатқан, күніне бәлен рет тамағын беріп, кірін жуып, күтіп, ауырған кезде аяғына мысалға немесе массажын жасап, басқа кім жасайды оны? Біреулер, ей, бұл келіндігін жасайды, ол қызыңдай бола алмайды дейді. Сол қанша қызыңыз бар сіздің? 5 қызыңыз бар ма? Қайсы бар қазір қасыңызда? Ауырған кезде қайсы болады? Мына төсек